Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте жұмсақ әрі дәмді болатын, үлпілдек болатын нан жасайтын боламыз. Екі түрін жасап көрсетемін. Бір тестадан әрі пәтір нан, әрі жұмсақ үлпілдек болып шығатын нан жасаймыз. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Жылы суымызға майымызды саламыз. Майымыз ерігеннен кейін бір кесе жылы сүтімізді құятын боламыз. Енді майонез қосамыз. 1-2 ас қасық. Майонез қосуымыздың себебі нанымыз әрдайым жұмсақ болып тұрады, қатып қалмайды тез. Содан кейін бір жұмыртқа қостым. Бір жұмыртқаның ағын қосып, сарысын алып қойдым, бетіне сүрту үшін. Қажетімізге қарай тұз салып, одан кейін дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, осылай қосып аламыз. Аз-аздан салып отырып, қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болса, нанымыз да жақсы көтеріледі, әрі үлпілдек болып шығады. Илеп болды, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ. Енді 1 сағатқа құрап қоямыз жылы жерде. Жақсы көтерілгеннен кейін қолымызды майлап, осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 4 нан шықты. Көріп тұрғандарыңыздай бөліп алатын боламыз. Енді бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Қанша көп тұрса сонша жақсы. Қазір мен сіздермен пәтір нан жасап көрсетемін. Осылай қолымызбен осылайнан тегіс етіп, біркелкі етіп жайып аламыз. Енді 5-10 минут қалдырып, одан кейін дүкімізді ұрып шығамыз ортасына. Жұмыртқамыздың сарысына сүт қостым, 1 ас қасықты. Жалтырап шығу үшін, әдемі көріну үшін күнжіт сепсеңіздер де болады. Мен үйде болмағандықтан сепкен жоқпын. Сепсеңіздер әдемі көрінеді. Осылай енді екінші қамырымызды кесіп шығамыз шеттерін. Ортасын қолымызбен басып, осылай әдемі үңгіл сияқты етіп, ақырындап жайып аламыз. Өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер, үлпілдек болып шығады. Жайып болғаннан кейін дүкімізді ұрып, ортасына жұмыртқаның сарысын сүртіп шығатын боламыз. Және де 10-15 минутқа қалдырамыз. Жақсы көтеріліп шығу үшін. Печкамызды 200-250 градусқа қойып пісіріп алатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Базардың нанынан әлде қайда дәмді, өте жұмсақ болып тұрады. Егер рецептерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
Видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер салатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Менің каналымнан көптеген өздеріңізге пайдалы рецептерді таба аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шыққан. Менің отбасыма қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Кеңес беремін жасап көруге.